Барлықтарыңа сәлем, құрметті көрермендер, каналға қош келдіңіздер. Бүгінгі түсірілімдерде сіздерге ежі малинаның, немесе сіздерде ежі малина болмаса, кәдімгі малина olsun, ежевика olsun, қалай қысқа сақтауға жібереміз, сонымен сіздермен бөлісейін деп тұрмын. Алдарыңызда көріп тұрсаңыздар, ежі малина сіздерге тапсырысқа жіберіліп жатқан. Яғни біз осыны қыстық уақытқа жіберетін боламыз. Яғни ол үшін біз барлығында қиып тастайтын боламыз. Себебі бұлардың барлығы да қыста үсіп қалады да, астынан қайтадан шығатын болады. Көріп тұрсаңыздар, міне әлі өнімін шығарып жатыр. Су құймасы өте кішкентай болып тұр, міне. Бірақ та дегенмен олардың барлығын мен алып тастауым керек. Сол себептен ол жерде қазір көріп тұрсаңыздар, міне забордан қазір тым қалмайтын болады. Сол себептен ең бірінші астын міне көріп тұрсаңыздар, бір жерде мысалы қаншама өсіп тұр, соның барлығын мен қазір кесіп тастайтын боламын. Бізде әлі күн жылы, оған дейін сіздерге көрсетіп жіберейін. Мына соңғы еккен кабачогым. Міне көріп тұрсаңыздар, кабачок толып шығып жатыр. Яғни соңғы еккен кабачок міне қаншама толып шығып жатыр. Мальва гүлін де егер астынан қиып тастасаңыздар, міне жаңадан осылай шығып гүлдей береді. Шапшағын болып, бірақ та осындай түстер гүлдейді. Сол себептен осылай түбіне қиып тастасаңыздар болады. Кейбіреулер айтады, оны қимау керек деп. Мен көбінесе былтырлар қиған жоқпын, себебі уақыт болмады. Бірақ та солардың барлығы үсіп кетіп, міне осылар былтырғы қимағандарым, міне мына жерде тұр, көріп тұрсаңыздар. Осылардың барлығы қимағандарым, көріп тұрсаңыздар, кәдімгі таяқ болып қалып тұр. Сол себептен мұндай алып маған қалған биыл қалдырмайын деп тұрмын. Яғни астынан міне қараңыздаршы, өнімдердің бәрі пісіп кеткен, жиналмай қалғандарына қараңыздар. Қаншама жиналмай қалғандар бар. Көріп тұрсаңыздар. Аш жағында жиналды, арт жағында уже жиналмай қалды. Енді мына жерде қарасаңыздар, осы жерден бастап мен қиып тастайтын боламын. Ешқандай аяудың қажеті жоқ, себебі келесі жылы бұйыртса қайтадан шығатын болады. Көріп тұрсаңыздар, енді бұны жайлап тартпаса, тікенегі өте зор. Көріп тұрсаңыздар, тікен, сол себептен жайлап тартып, сіздерге әбден алып болғаннан кейін барлығын көрсететін боламын. Міне біреуінің өзінің ұзындығын қараңыздар, 2 метрден асады, бір өзі. Міне барлығын алдым, ұзындықтарын қараңыздар. Өте көп. Мына жерде мен көріп тұрсаңыздар, дым да жоқ, тап-таза болып қалды. Яғни астынан кесіп тастадым. Келесі жылы жаңадан шығып, өнім беретін болады. Мысалына қараңыздар, былтырғы жаңағы бұтағы содан міне шығып, қазір көрсетейінші. Міне мынандай жаңадан шығады, мынандай болып шығады да, міне көріп тұрсаңыздар, өнім береді. Яғни сіздер ана өсімнің қалай ерсеңіздер, одан сайын өсе беріп, ешқандай өнім бермейді. Сол себептен мені кесіп тастағандарымыз сол жаңа ескісі болып саналады. Содан мына жеріне жаңадан шығып, содан өнім береді. Сол себептен аямаңыздар, малинаны да болсын, ежевиканы да болсын, осылай алып тастасаңыздар болады. Міне көрдіңіздер, ар жақтарын барлығында тазалаймын. Сонымен өте керемет болады. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.